Енді балалар ел ішінде тегін саяхаттай алады. Бұл Kids Go Free бағдарламасы арқылы мүмкін болып отыр. Жоба 2022 жылы ашылған. Содан бері 3,5 мың баланың жолақысын мемлекет төлеп беріпті. Негізгі мақсат отбасылық демалысты насихаттау және ішкі туризмді дамыту дейді сала мамандары. Бұны қолдану үшін алдын ала тур сатып алу керек. Туристік компанияға барып, мысалы, ел ішінде Алакөл болсын, Алматы болсын, немесе Ақтау болсын, тур сатып алып, сол турдың аясында өзімен алып жүрген кәмелетке толмаған балалардың билетін тегін алу тетігі бар. Бүкіл әлемде бұндай бизнес модель бар, бірақ мемлекеттік жағынан емес, бизнес жағынан. Авиакомпанияларда бар, отельдерде де бар, көптеген туризмге салатын, көптеген салаларды кездеседі. Бірақ эксклюзивтік мемлекет жағынан қолдау, ол тұңғыш рет Қазақстанда. Оны барлығы мойындады. Елордалық Күнсұлу Дарбышева 5 баланың анасы. Жолдасымен екеуі балаларын алып саяхаттағанды ұнатады. Олар Kids Go Free бағдарламасын осы уақытқа дейін 2 рет қолданыпты. Айтуынша осы арқылы жолға кететін шығын мөлшері анағұрлым азайған. Біз есептегенде 5 баламен 2 ересек адам 170 мың, 180 мың теңге шығып тұрды. А бұл бағдарлама бойынша 110 мың теңгедей мысалға ақшасы шықты, бірақ гостиница қосымша тағады. Оны алмағанда біз тек 170 мың, 180 мың теңгеге біз құр билет, әуе билеттерін ғана сатып алатын едік. Жыл сайын бұл бағдарламаға 150 миллионға жуық қаржы бөлінеді. Соның 2022 жылы 75 миллионы, ал былтыр 90 миллионы игеріліпті. Бұл мемлекет үшін, экономика үшін бір жағынан пайдасы да бар. Өйткені ойлап қараңыз, біз субсидияға былтыр жаңағы 2000 балаға 90 миллион теңге мемлекет есебінен берсек, жалпы сатылған турлардың есебі 450 миллионға жеткен. Яғни 5 есе көп. Елімізден туроператорлардың саны 50-ден асады. Жалпы. Оның ішінде ішкі туризммен айналысатыны бар, кіріс туризммен айналысатыны бар, сыртқа шығатын туризммен айналысатындар бар. Соның ішінде нақты Kids Go Free-мен айналысатыны 15-20 мың көлемінде. Елімізде туристердің сұранысына ие аймақтардың көш басында Алакөл тұр. Одан кейінгі орындарда Алматы мен Ақтау бағыттары орналасқан. Статистика көрсеткендей, әзірге солтүстік өңірлерге қызығушылық аз. Енді елішілік саяхатты жандандыра түсу үшін биылдан бастап туристік кэшбэк бағдарламасын енгізу жоспарланып жатыр. Осылайша тұрғындардың демалуына жағдай жасалмақ. Туроператордан бар тура сатып алды ма, немесе онлайн түрде бір саяхат сатып алды ма, соған бір 20%-на дейін кэшбэк ретінде қайтарып беру бойынша бағдарламаны қазір пысықтап жатырмыз. Оны көбінесе біз жазғы емес, жаздан тыс, сезоннан тыс, маусымнан тыс уақытқа қарастырып жатырмыз, яғни көктемде немесе күзгі уақыттарда. Енді бұл мемлекеттің екінші үлкен бағдарламаларының бірі. Егерде тіркелген туроператор сырт жақтан туристерді алып келсе, ол 4 түннен жоғары Қазақстанда демалса, қонақ үй, әуежай, транспорт, экскурсиялар пайдаланса, әр сырттан келген туристке 15 мың теңге қайтарым береді туроператорға. Соған кеткен шығын реклама, маркетинг, алып кеткен өздерінің административтік шығындарын өтеуге арналған бағдарлама. Ол да тамаша, оны да істеп жатыр мемлекет. Былтыр ел ішінде 7 миллионға жуық турист саяхаттаған. Бұл өткен жылдың 9 айының көрсеткіші. Қалған 3 айдың есебі жақында шығады. Онда есеп өзгеріп 9 миллионға жетуі ықтимал дейді мамандар. Ал шетелден 2023 жылы шамамен 1,5 миллиондай қонақ келіпті. Бұл сандар саяхатшылардың 25%-ке артқанын айқындайды.